Ішетінім бар атаме. Ой, Құдай сақтасын. Бір ішкенде кетем, бір апта, екі апта үйге қонбай. Қалада шем, вокзалға қонам. Соңында 2 почкім сүйреп ақ келеді үйге мен бүйтіп. Қошқың ақылды екен сен. Үйге келіп жатамсыз, не істеймін басқа? Не істеймін. Сен өзіңді ойламасаң ойлама, бірақ анда жетіп алаң мен кенінен обал емес па? Айтпай, тілаузын тасқа, Құдай сақтасын, қатын балашаға тиіспеймін мен. Ішем ба үйден кетіп қалам, далаға барып ішем, өзім әке ішем, тәрбиесі сондай берген. Далаға барып ішем, далада жүрем, мен біреудің қатындарын тиісетін шығарым, өзім қатына тиіспеймін, сразу айтайын. Әй, не дейді мынау тайт? Тілін тартып сөйле. Ішкен адам білмейді ғой масқұр. Әй, ішкен адам білмесе не үшін ішесің? Аузыңа құя ма біреу, а? Үйін сыйлап тұр ғой сен, қайтып ішпейсің. Сыйлап тұрса, әй, ит ішпейтін арақ ішіп тұрсың сен. Бұрыс ит дәмін көрмегенде оның ішетін еді. Ой, Құдай сақтасын. Бүй шықты ма? Итке беріп көрші соленый көрсін, мен қалай ішетін көресің? Ой, Құдай, итіне сен не? Ой, тоба. Енді келе жатырмыз ғой, жай келе жатырмыз ғой, міне қанша ішіп үйден кетсем де үйге келем бәрібір. Ой, қайтадан доверие кіруім керек қой. Бірінші күн крем қағам, екінші күн ыдыс жуам, үшінші күн тамақ істеймін, төртінші күн кір жуам. Ойшын бала тумайым, қалған бәрін істеймін. Ол жағын дұрыс екен негізі. Ең бастысы көрші отбасының амандығы. Отбасымен мықты болу керек. Құдай